Сеңіздер, ертең өкінбейсіздер. Кейбір біздің қыз балалар ойлайды, ана ұлдармен бірге ілесіп жүре берсек, солар мысалы спирттік ішімдік ішсе немесе темекі шексе, онымен бірге біз темекі шегіп, оның қасында жүрсек, біз ұлдардың жанында авторитетіміз жақсы, біз ұлдардың жанында жаңағыдай оларға жақсы көрінеміз деген кейбір теріс ой болады. Ол олай емес. Ертең өсесіздер, бойжетесіздер. Әрбір ер бала ертең жанұя құратын уақытта, семья құратын уақытта өзіне дұрыс жар іздейді. Ертең мен үйге кешкісін үйге келгенде үйім таза болса екен, мен келгенде үйімде менің жарым дұрыс ыстық тамағымды дайындап, ыстық шайымды алдыма қойып отырса екен деген әрбір ер балада бар. Сынып болмаса да осы 19 мектептен оқып шыққан баланы кездестірсеңдер, ойлайсыздар, мен бір мектепте жүрдік қой, бала жақын екен ғой маған деп, сол жерде бір-біріңізді сыйласымдық сол кезде, сыйласымдықтың қандай жақсы екенін сол кезде түсінесіздер. Мектепте сыйласқан ең жақсы зат, ең оң тәжірибе мектептегі. Мен мысалы мектепті бітіріп кеткенде 40 шақты жыл болды. Біз бір сыныптың өзінде 42 бала оқығанбыз. Әлі күнге дейін бір-бірімізді сыйлаймыз. Біреудің үйінде қайыр болып жатса, бәрі бірге барып, сол үйге көмек көрсетеді. Көрдіңіздер ме? Соның кейін енді әртүрлі жағдай болып жатады. Әке-шешелеріңіз кейде сіздер сұраған затты уақытымен алып бере алады, кейде алып бере алмай қалады. Оған ренжудің қажеті жоқ. Одан да сол кісілерге көмектесіңіздер, жаңа айтып отырғанда, бос уақытта, суббота сенбі күні әкелеріңіздің бір жұмысы бітпей жатса, мамаларыңыздың көмектесіп жіберіңіздер. Сол кісілер жеңіл жаңағыдай бос уақыт алып, ары қарай тағы да ақша табуға уақыт беріңіздер ол кісілерге.